Азыр тамақтарын, шайларын дайындап қояйын. Ойбай, жүрегім, соңғы кездері ауыра ма, бірдеңені сезе ме, соны түсінбедім. Жүрегім. Анашым, ой, балам келді. Анашым, білесің бе? Мен бүгін шығармадым дей салдым. Ой, құлыным сол, әкемнен алмай қалғаным сол. Не жазыңдар? Мен әкем бізді қамқор болып жүрген, біздің қамымызды ойлап жүргенін білемін ғой. Әкем туралы көп жаздым, бірақ сіз ренжімесін деп, сіз туралы таппақ шығардым. Менің анам саябақ, мектептен күнде келгенде шай қояды даярлап. Менің анам әдемақ. Ой, айналайын, талабына нұр жаусын, әрине әкенің арқасы. Балам, әкең келді. Әке, қош келдіңіз. Ой, отағасы, ауырғаннан саусың ба, ұйығын түсіп кетіпті ғой. Бұдан да ауырған жақсы еді. Бүгін мен жұмыс істеп жүрген мекеме жабылып, жұмыстан қысқартылып, жұмыссыз қалдым. Не істеймін? Жанар, тамақтарымызды ішейік. Алимаш, амансың ба? Ауырып қалды деген соң көңіліңді сұрап келдік. Дәрігерге қарасаңшы. Дәрігерге барақ қазын қабылдауына ақша сұрайды. Бұл заман не болып кеткен? Нағыз заманы келіп барымызды қарық қылды ғой. Қой, кетейік, біраз отырдық. Ал жақсы, Алимаш. Тез айығып кет, аяғымыз жеңіл болсын. Келгендеріне көп рахмет көрші. Менің сендерге бір өтінішім бар. Мына ауру мені алмай қоймас. Менің қара балама қарайлап жүріңдер. Әкесі болса, жұмыстан қысқартылғалы ішіп жүр. Соңғы кездері достары да көбейіп кетті. Қой, жаман айтпа, әлі ақтырып кетесің. Ей, сен әлі жатырсың ба? Басым-ай, басым ауырып тұрған-ай. Көші, Сәлеметсізге. әкен шақпыш? Жарайды. Әке сені көршіңе шақырып жатыр. Ой, балам. Анашым, мен келдім. Қалыңыз қалай? Мына ауру басылмай жатыр. Қазір шайынды беремін, балам. Неше алдың? Анашым, жата беріңіз, өзім ақша ішемін. Балам, отын алып келмесем болмас. Күнде суытып барады. Жарайды, анашым, мен сен үшін бәрін де істеймін. Сіз тек орнынан тұрыңызшы, жазылыңызшы. Неге тастап кеттің? Айналайын, жананам, сені қалай қиялам? Сен өткелі өмірден қайғырамын күнден. Жүрекке салмақ артамын, жел жаққа пана қалқамын. Жұмаққа жаным кеткелі, сағыныш күйін тартамын. Сездірмей жүрегінің шаншығанын, кенеттен неге сөнді шамшырағын, қалайша қара жерге қиям сені, өлгенше мәпелеген анашым-ай. Амансың ба, балам? Қой, балам, қайғырма, бәрі Алланың қолында. Есіңді жи, бала. Сен есейдің. Шешем байғұс өлер шағында о дүниеге кетерін білді ме екен? Саған көз қырымды сала жүрді ме? Байғұс. Жатқан жері жарық болсын, топырағы тұрған болсын. Тұр бала, бүгін күн жұма, жен Аллаға риза болсын. Сүлікке шәй жүр жылға бал. Жен аруына барып, тоба сылып қайт. Біз кетейік. Айсың балам, сабағыңды оқыдың ба? Иә, әке, оқып жатырмын. Әке, тоқтаңызшы, пимамымды беріңізші. Түйікші. Әке, өзінен пимамымды беріңізші. Скальпель, қайшы, жүрегін тексер. Қан қысымы ше, қан қысымы көтеріліп кетті. Ара келіңдер, кеспесек болмайды. Мен келдім. Әке, келдің бе? Иә, келдім. Балам, мені кешірші. Мен енді арақты аузыма да алмаймын. Мен саған сыйлыға келдім. Жаңа базардан саған су жаңа пима сатып алдым. Енді қатты қыс болса да аяғым тоңбайды. Бекерге әуреге болғансың, әке. Енді маған пиманың қажеті жоқ. Жоқ, олай деме.
Қане, шақпа көрейікші. Жоқ, олай болу мүмкін емес. Кешірші мен, кешір алсаң. Жас баланың өміріне кім кінәлі ағайын? Қуарақтың шырмауына түскен сорлы әке ме? Әлде адамды жұмыссыз қып тентіреткен заман ба? Ішімдіктен сақтанайық ағайын. Әйтпесе арақ жалмап келер отбасының талайын.